Көп жағдайда дәрігерлер жүктілік кезінде тек анализдер мен тыйымдар туралы айтады. Ал кейбір маңызды нәрселерді ешкім ашып айтпайды. Бірінші құпия. Жүктілік кезінде әйелдің эмоциясы баланың дамуына тікелей әсер етеді. Ана жиі күйзелсе, сәби де оны сезінеді. Екінші құпия. Көп жағдайда әлсіздік пен шаршау витамин жетіспеуінен емес, ұйқы мен демалыстың аздығынан болады. Үшінші құпия. Жүктілік кезінде бәріне бірдей көп дәрі қажет емес. Кейде дұрыс тамақтану мен тыныш өмір салты ең жақсы ем. Төртінші құпия. Жүкті әйел өзін кінәлі сезінбеуі керек. Денеңіз өзгеруі бұл қалыпты жағдай. Бесінші құпия. Ана өзін қалай күтсе, бала да солай қалыптасады. Жүктілік ауру емес, бұл өзіңізге ерекше қамқорлық көрсететін кезең.